Өткеннің арты жананың басы едім деген Абайдың сөзі өзінің туған заманына толық баға береді. Ол қазақтың көшпелі өмірінің соңғы жан айғайымен жаңадан бет алып жатқан өзгеше сарынды қоғамның арасындағы арпалысынан пайда болған кесілдер мен шайқасты алғаш болып ескертіп, алғаш болып сақтандырды. Ал бүгінгі Қазақстан халқы жаһандану дәуірінің талабына сай жаңғыру жолына түсті. Бәсекеге қабілетті болып өмір сүру үшін өзгеруге бастады. Дәл осындай маңызды сәтте адамдықтың асқан үлгісін тайға таңба басқандай көрсетіп берген кемеңгер Абайдың жан дүниесіне үңілсек керекті. Қазіргідей құндылықтар араласқан құбылмалы әлемде мұндай даналықтың нәр бұлағынан сусындау рухани қалқанымыздың мықты болмағына негіз. Ұлы ақынның 175 жыл мерейтойын атап өтудің маңыздылығы міне осында. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық. Әурешілікке көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісімізді баянсыз, байлаусыз екенін көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өмір сүреміз? Соны таба алмай өзім де қайранмын. Абай Құнанбаев.